Бейбарыс көшесі қазіргі таңда реконструкциялау жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы жолдың ұзындығы 4,5 километрді құрайды. Жалпы осы жолды кеңейту мақсатында жоба сметалық құжаттары әзірленіп республикалық бюджетке ұсынылған болатын. Соның нәтижесінде республикалық бюджеттен бастапқы қаражаттардың барлығы келіп жатыр. Енді осы жұмысты қазіргі таңда конкурс жеңімпазы болып қуат мекемесі, мердігер мекемесі жеңімпаз болып анықталып, жұмыстарды бастап жатыр. Яғни жалпы құрылыс аяқталу мерзімі 12 ай деп көрсетілген мерзімі. Бірақ дегенмен де осы 2020 жылдың август айында, яғни қыркүйек айына дейін толық жұмыстарды сапалы аяқтап беріп тапсыру жөнінде уәделесіп отырмыз. Яғни бұның нақты мақсаты мынау қазіргі таңда көліктердің көбеюіне байланысты, кептелістердің пайда болуына байланысты осы жолды кеңейту мақсатында атқарылып жатқан жұмыстар деп айтуға болады. Жолдың тағы айтып кететін ерекшелігі екі жаққа заманауи жарық шамдары менен сонымен қатар аялдамалар белгіленіп қарастырылған проектіде. Сонымен қатар осы Назарбаев даңғылынан көпірге дейінгі жолдар тағы да кеңейтіледі. Сонымен қатар облыс әкімі аймақ басшысының тапсырмасына сәйкес тиісті жұмыстар қазіргі таңда атқарылып жатыр. Жасыл желектер, сонымен қатар көркейту көгалдандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Қызылорда қаласы бойынша Сұлтан Бейбарыс көшесі Назарбаев даңғылынан бастап Құмкөл трассасына дейін қазіргі таңда реконструкциялау жұмыстары жүргізілуде. Мердігер мекеме УАТ мекемесі проектінің құны 2 миллиард 349 миллионды құрайды. Бір жақ бетінің өзі 2 жолақ болатын бұрынғы таңда, қазіргі таңда енді кеңейтіліп 4 жолақты болып ауысып жатыр.